Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Коронавирустың жаңа штаммы омикронның ел аумағында таралуына жол бермеу мақсатында 3 желтоқсаннан бастап Қазақстанда шектеу шаралары күшейтіледі. Коронавирустың мутацияланған жаңа штаммын 11 қарашада Оңтүстік Африка Республикасының вирусолог мамандары анықтаған. Алғашқы зерттеулерге қарағанда жаңадан пайда болған омикрон штаммы бұрынғы штамдардан әлде қайда тез жұғуы, оған вакцинада қарсы тұра алмауы мүмкін деп отыр. Бұдан бөлек бұрын коронавирус жұқтырып, жазылып шыққандарда жаңа штамды жұқтыруы мүмкін. Ведомство аралық комиссияның шешіміне сәйкес Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Малави, Оңтүстік Африка, Танзания және Гонконгта шетел азаматтарының Қазақстанға келуіне шектеу қойылады. Омикрон анықталған Израиль, Чехия, Нидерланд, Бельгия, Ұлыбритания, Италия, Германия, Австралия, Канада және Египеттен келетін адамдар вакцинациясы бар жоғына қарамастан міндетті түрде ПЦР тест тапсыруы тиіс. Омикрон анықталған елден келгендер ПЦР нәтижесіне қарамастан бір апталық үй карантиніне жіберіледі. Дүниежүзілік медицина қауымдастығының басшысы Фрэнк Ульрих Монгомери жаңа штаммның қауіптілігін Эболамен салыстырды. Ал Эбола ауруын емдейтін арнайы ем әзірге жоқ. Өте қауіпті, оны жұқтырған науқастардың 50% пен 90% аралығындағылар қайтыс болады. Енді елдегі коронавирус ахуалына тоқталсақ, Қазақстанда 3 желтоқсандағы мәлімет бойынша 24884 адам ковидтен емделіп жатыр. Оның ішінде 5199 пациент стационарда, 19685 науқас амбулаториялық деңгейде ем қабылдауда. Сонымен қатар білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мектептерде ертеңгіліктер және басқа да қоғамдық іс-шаралар болмайтынын айтты. Осы аптада парламент Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы жаңа заң қабылдады. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев жасаған баяндамасында жаңа заңның мақсаты онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыс жасағандарды жазадан босату. Кейбір ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандардың жаза мерзімдерін қысқарту деп ескертті. Енді президент қол қойса, мыңдаған адамдарға жеңілдік жасалмақ. Қазіргі уақытта елде 64 мекеме мен 16 тергеу изоляторында 34 мың адам жазасын өтеп жүр. Оның 30 мыңына сот үкімі шыққан. Қалған 4 мың адам тергеу мен қамауда. 93% ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған үшін қамауда отыр. 45% бірнеше рет бұған дейін сотталғандар. Сондай-ақ 32 мың адам пробациялық бақылауда тұр. Рақымшылық ардагерлерге, кәмелетке толмағандарға, жасы үлкендерге, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге қолданылады. Жоба бойынша 2292 сотталушыға, 11753 пробацияда тұрған адамдарға рақымшылық жасалынады. Нәтижесінде біріншіден 1000 адам қамаудан бостандыққа шығады, 3881 адам пробациялық бақылаудан босатылады. Екіншіден 1330 сотталушыға, 7492 пробацияда тұрған адамға жаза мерзімі қысқартылады. Үшіншіден сотқа дейінгі тергеу өндірісіндегі 5000 қылмыстық іс қысқартылады. Оның ішінде 1674 адам қылмыстық жауапкершіліктен босатылады, 1471 адамға сот органдары жаза мерзімін қысқарту немесе босату ережелерін қолданылады. Айта кету керек, қылмыстық кодекстің 72-ші бабына сәйкес аса ауыр қылмыс жасаған адамдарға рақымшылық қарастырылмаған. Қазақстанда елдің экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейнеленген номиналды 20 мың теңгелік жаңа банкнот айналымға шықты. Ұлттық банк мұны Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған шара деп сипаттағанымен, ақпарат елдегі өзге мемлекеттік мереке тұңғыш президент күні жарияланып отыр. 20 мың теңге Қазақстан ұлттық валютасының номиналы ең үлкен банкноты. Құны шамамен 46 ақш долларын құрайды. Қазір жаппай айналымда жүрген басқа номиналды теңгелерде адам портреті жоқ. Банкноттың бет жағында 2019 жылы қызметінен кеткен экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың голографиялық бейнесімен қоса Нұрсұлтандағы қазақ елі монументі, мәңгілік ел салтанат қақпасы, қазақтың ұлттық өрнегінің фрагменті бейнеленген. Теңгенің сыртқы бетінде Назарбаевтың портреті, Нұрсұлтан қаласының және президент резиденциясы Ақорданың панорамалық көрінісі, Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығының белгісі бар. Банкноттың екі бетінде де 20 мың теңге деген жазу қазақ тілінде латын қаріптермен жазылған. Ұлттық банктың хабарлауынша жаңа банкнотты Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында төлемдерінің барлық түрі бойынша нақты құны бойынша қабылдауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық банктерінде банктік шоттарды аударуға, сақтауға және айырбастауға болады.
Бұл Назарбаевтың бейнесі бар алғашқы банкнот емес. Ұлттық банк экс-президенттің суреті салынған 10 мың теңгелік алғашқы мерейтойлық банкнот 2016 жылы шығарылғанын және ол Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына арналғанын еске салады. 2022 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы қорындағы ақшаны алу шарты өзгереді. Қорда міндетті түрде қалуы тиіс қаражат 2021 жылмен салыстырғанда шамамен 2 есеге ұлғаяды. Ресми ақпараттарға қарағанда жеткілікті шек мөлшерінің көбеюі әлеуметтік көрсеткіштердің ұлғаюымен байланысты. Атап айтқанда 2022 жылы ең төменгі жалақы мөлшері 41%-ға көбейген, яғни 42.500 теңгеден 60.000 теңгеге өскен. Осылайша жаңа өзгеріске сәйкес 30 жастағы азамат үшін зейнетақы қорында қалуы тиіс жеткілікті шек мөлшері 4,37 миллион теңге болады. 40 жастағылар үшін 5,79 миллион теңге, 50 жастағылар үшін 7,43 миллион теңге, ал 59 жастан бастап 9,12 миллион теңге болады. Елде зейнетақы жинақ қорындағы ақшаны басқару тиімділігіне сын жиі айтыла бастаған жақта, ондағы ақшаның бір бөлігін пайдалануға рұқсат берілген еді. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап азаматтарға қордағы ақшаны баспана, емдеу және инвестициялық басқаруға беруге рұқсат етілген. Сарапшылардың айтуынша, зейнетақы қорындағы ақшаны ипотеканы жабу үшін пайдалануға беру жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаның шарықтауына әсер еткен. Ресми ақпарат бойынша 2021 жылы маусымға дейін 16 мың адам зейнетақы қорындағы ақшаның көмегімен ипотека қарызынан құтылған. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша, зейнетақы қорындағы ақшаны алу шартының өзгеретіне жайлы ақпарат тарағаннан кейін 3 желтоқсанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтына кірушілер көбейіп, сайт дұрыс істемей қалған. Апта легі осындай. Жаңалықтардың толық нұсқасын қазақ-news.kz сайтынан оқи аласыздар. Біздің әлеуметтік желілерімізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.